Ендеше заманауи құрылтай түпкі мақсатқа қол жеткізе алды ма? Ертеден келе жатқан ата дәстүрімізді жаңғырта алдық па? Міне дәл осы сұрақтардың жауабын бүгінгі студия қонағынан білмекпіз. Таныс болыңыздар, бүгін біздің төрімізде Мемлекет тарихы институтының ғылыми ақпарат бөлімінің басшысы Еркебұлан Аманғосов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Еркебұлан мырза, енді құрылтай өткеннен бері бұқаралық ақпарат құралдарында да әлеуметтік желіде де жан-жақтан ақпарат таратып жатырмыз. Сіз өзіңізге не түйдіңіз осы құрылтайда? Жалпы бұл құрылтай институтының, институт дегенде дұрыс болар, қайта оралуы, мұнаға біздің төл саяси дәстүріміздің қайта оралуы, жаңа саяси жаңғырудың бір бейнесі. Сол саяси жаңғырудың кіріктірілген жаңа түсінік ретінде қабылдаған жөн. Жалпы ол өзіміздің осы ұлы дала деп аталған кеңістікте құрылтай ата-бабамыздың мына елбасына күн туған кезде жалпы күн тәртібін байланысты маңызды мәселелер талқылап бір тоқтамға келетін саяси дәстүр болатын. Бастапқыда мысалға өзіміздің қазақ мемлекетінің бастауы ретінде алатын болсақ, осы жош ұлысының бөлінуі де осы кезіндегі Моңғол империясындағы талас құрылтайынан басталған болатын. Енді қазақ тарихында білеміз, жоңғар шапқыншылығы кезінде осындай құрылтайлар өте көп болатын, Қарақұрымдағы, Ордабасыдағы секілді. Яғни бұл құрылтай дәстүрі біздің кезінде 20-шы ғасырдың басындағы ұлт зиялыларының Орынборда өткен қазақ съездерінің өзі құрылтай іспеттес сәйкес келеді. Яғни бірлесіп, біріге отырып, осындай бір аумалы-төкпелі заманда өзінің саяси шешімін, яғни бірінші Алаш қозғалысын, Алаш автономиясын бекіткен болатын. Дәл сондай осындай құрылтай секілді жиындар кеңес кезінде бастауында болған болатын, Бұхарада секілді. Кейіннен бұл кеңестерге өзгерді. Енді қазіргі таңдағы осы Бурабайда өткен құрылтайды негізінен үш негізгі маңызды бөлшегін атап кету керек. Бұл біріншіден саяси жаңғырудың белгілі бір қорытындылары жария етілді. Яғни 2019 жылдан бастап алған кезіндегі осы ұлттық құрылтайдың бастапқы бір формасы дейік от, ол ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің жұмысымен байланысты, яғни саяси жаңғырудың аясында парламенттің құзыретінің кеңеюі сынды үлкен саяси реформалармен байланыстырады. Және де бұл осы тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ауыл әкімдерінің, аудан әкімдерінің, облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерінің сайлау жүйесі, яғни белгілі бір деңгейдегі жергілікті жерде шешім қабылдайтын адамдардың ол әкімдер корпусының жаңарғанын атап өткен болатын. Бұлдан бөлек екінші бір айта кететін үлкен бір мәселе, бұл құрылтай Қазақстандағы тұрып жатқан қоғамның түрлі тараптың өкілдерін, қоғам қайраткерлері бар, ғылыми сарапшылық орталығы бар, мәдени қайраткерлер бар, мемлекеттік мекемелердің, үкіметтік емес ұйымдар бар, ассамблеяның өкілдері бар, жастар ұйымдары бар. Сол секілді түрлі тараптардан, әсіресе өңірдің осындай азаматтық қоғам өкілдерінің жиынының негізінде қазіргі таңдағы қоғам алдында тұрған мәселенің бірі осындай бір аумалы-төкпелі, бір күрделі замандағы біздің мемлекетімізге қоятын басымдықтарға көңіл бөлді. Есіңізде болса, осыдан тура 3 жыл бұрын президент өз жолдауында осы құрылтайдың құрылуы турасында ұлттық құрылтай болады деп жария еткен еді. Сол кезде о баста қойған мақсатқа 4-ші құрылтай ұйымдастырылып жатыр. Жеттік па? Бұл әрбір институт өзінің белгілі бір өміршеңдігі бар, өзінің бір белгісі бар. Оның барлығы мына қазіргі заманға сәйкестеніп даму
үстінде. Бұл яғни 4-ші институт, яғни ол өзінің белгілі форматына келе бастады. Бірінші мысалға отырысы есіңізде білеміз, жалпы мына бірінші күнде ұсыныстарын беріп, сол жерде белгілі бір талқыланып, президенттің тапсырмасына арқау болған бірнеше тапсырмалар болатын, мемлекеттік бағдарламаларға енген. Енді қазіргі таңда осы Түркістаннан бастап, Атырауда да өткен болатын ұлттық құрылтайдың алдында тақырыптық секциялар өтетін болатын. Яғни ол жыл бойы жинақталған, қордаланған ұсыныстарды біріздендіріп, бір ретке келтіріп, оның барлығы президентпен, яғни белгілі деңгейде кері байланыс десек те болады. Бұл мына президентпен бірге, яғни жоғары билікпен мына қоғамның арасындағы сұранысты бір келісім консенсус негізінде жаңа заңнамаларға, жаңа талаптарға, яғни қоғамның сұранысына сәйкес жаңа талаптарға, жаңа заңнамаларға себеп арқау болды. Бұл мұнаға тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты, вейпқа қатысты болсын, басқа да осы мұнаға синтетикалық нашақорлыққа қатысты заңнамаларды реттестіруге сәйкестендірді. Мысалға қазір білетін, мысалға өзіміздің мәдениетімізді, төл мәдениетімізді, тарихымызды сақтаудың бір мысалға маңызды бір бөлшегі бұл археологиялық қазір зерттеуге байланысты, оны қорғауға байланысты қазір заңнама мәжілісте талқылануда. Бұл үлкен бір қадам, яғни өзімізді сақтау мақсатында. Бұл сөзіңіздің негізі жаны бар, түсіне білген адамға, иә? Себебі осы Бурабайда өткен құрылтайдың құрылымына келетін болсақ, президент ол баста сөз сөйлегеннің өзінде елде бір жыл бойы қордаланып қалған, елдің көкейінде жүрген үлкен мәселелерді көтеріп алға тартты, иә? Содан кейін айтты да, ал енді осымен нүктесін қояйық деген сияқты оны түйіндеді. Мысалы, салық мәселесіне қатысты айтқан кезде, одан кейін жаңағы салықтан кейін мына уақыт белдеуіне қатысты айтқан кезде де айтып, өз ойын білдіріп, одан кейін осы тақырыптарға қатысты депутаттардың, болмаса тәуелсіз сарапшылардың айтқан ой пікірлерін алға тарту арқылы ол өзінің халыққа жақындығын білдірген сияқты, иә? Президенттің ұстанымдарының бірі қазір таңдағы ұлт бейнесі десек те болады. Біздің озық ойлы, яғни өзімізде алда не болады? Осы өзіміздің тәуелсіздігіміздің 40 жылдығында біз неге жетеміз деген мәселе бойынша, яғни ол 4 ең басты басымдықты атап өтті. Бұл яғни салық мәселесі де басқа да мәселе, бұл шын елгінде елдің әлеуметтік сипатына сәйкестеніп, әлеуметтік шығындарға қатысты бұл тоқтамдық өзінің ойын, яғни үкіметтің белгілі деңгейде сарапшылармен қордаланған ойын жеткізді. Енді бұл алдағы 5 жылда өзінің 4 басымдықты негізде өткен болатын. Бұл біздің, яғни алдағы басымдығымыз, біздің басқа осы аумақта өзімізді алдың қатарға шығуымызға себептер болатын, мүмкіндік беретін 4 саланы атап өтті. Бұл әрине біріншісі жаңа технология мен жасанды интеллект, екіншісі мұнаға агроөнеркәсіп, үшіншісі мына транспорт көлікке байланысты айтылған болатын. Яғни бұның барлығы біз мемлекетті алдың қатарға шығаруға септігін тигізеді. Бұның арасында әрине туризм де бар. Біз туристік өзіміздің мүмкіндіктерімізді пайдалану, өзімізді көрсете білуді, бар байлығымызды елге таныта білуіміз керек қой, әйтпесе қолда бар алтынның қадірі жоқ. Дұрыс, өзімізде шыны керек Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап жатқанымыз неден саяқ, иә? Қараңызшы, жоғарыда сөзіңізді айттыңыз, ұлт тәрбиесіне, ұлттық кодқа мән беру деп, иә? Осының барлығы құрылтайда айтылған күллі дүниелердің бәрі дерлік ұлт тәрбиесіне келіп тіреледі. Жаңағы сіз айтқан кинематография болсын, мына кинотеатрда көрсетіліп жатқан кинолардың мазмұны, мәдениет саласындағы өзгеріс болсын, туризм саласы болсын, иә? Одан кейін елдегі инфрақұрылым мәселесі, бұның барлығы дерлік қаңтарда президенттің ана тілі газетіне берген сұхбатында айтылған сияқты, осыған дейін жасалған барлық реформалардың бәрі дерлік, бүгін жасалып жатқан реформалардың бәрі, бұл біздің келешек ұрпағымыз үшін жасалып жатыр деді ғой. Сол себепті де бұл ұлт тәрбиесіне негізделген үлкен міндеттер сияқты. Тәрбие мәселесіне өте ден қойып отыр. Яғни біз өзіміздің қазір таңдағы осында жаһандану заманында бірегейлігімізді сақтап қалуды
ол тек қана тәрбие мәселесімен, тәрбие жүйесімен, бұл тек қана білім мекемелерінің ғана емес, мәдени ошақтардың, мына әртүрлі өңірлерде мәдени ошақтарға көбейту сынды, оларды жаңарту, театрларды жаңарту бар. Спорт кешендерін салу, яғни жаппай қолжетімді спорт кешендерін салу сынды бағыттар, яғни бұл яғни салауатты өмір салтын сақтай білетін, жалпы өзінен осындай жан-жақты дамыған азаматтарды көруді мақсат етеді. Яғни бұл әр азаматтың өзінің алдында келетін келешек ұрпаққа біз елімізді қалай сақтаймыз деген сұрақты осындай жиындар барысында тоқтап қалады. Яғни қандай да бір белгілі бір бағдарламалар арқылы, осындай шешімдер арқылы, жүйелі шаралар арқылы біз өзіміздің алдағы ұрпаққа қоятын қалдыратын бір мемлекетіміздің бейнесін келтірді. Яғни бұл таза Қазақстан, әділетті Қазақстан, қауіпсіз және қуатты Қазақстан деген болатын. Иә, сөзіңіз аузыңызда. Шынымен бүгінгі сұхбатты түйіндей келе, негізі құрылтай болады деген күннен бастап біз ел арасында сауалнама жүргізген едік. Сол кездегі бір тұшымды ой жастардың арасынан ұнап қалғаны әлі күнге дейін есімде. Бұл құрылтай сізге не береді, жалпы елімізге не береді деген сұраққа әлгі жастың жауабы бұл кезіндегі ақсақалдар кеңес сияқты деп ойлаймын деп. Енді қазіргі жастың ойындағы бұл институт не деп ойлайды ол, қандай ол? Не істейді ол жерде? Тағы бұрынғыдай форумдардағыдай жиналып алып әңгіме айтып талқылап қана қоя ма деп. Менің ойымша, жаңағы ақсақалдар кеңесі сияқты олар өздерінше жиналып, содан кейін біз үшін не ұтымды, біз үшін не жақсы екен таңдау арқылы, шешу арқылы бізге дұрыс бағдар береді деп. Шынтуайтында солай ғой, барлығы келешек өскелең ұрпақ үшін, өсіп келе жатқан балаларымыз үшін, солардың болашағы үшін. Тәрбие жөнінен, мәдениет жөнінен, спорт тұрғысынан, дін тұрғысынан бұның барлығы өте сенситив, былай қарағанда, өте нәзік дүние болғанмен, оны үлкендер ішінара келісу арқылы, сөйлесу арқылы, ақылдасу арқылы шешетін болса, одан кейін сол шешімдерді біздің бүгінгі өскелең ұрпағымызға әдемілеп жеткізетін болсақ, онда бір тұтас ел қалыптасуына бізде өз кезегімізде сүбелі үлес қосатынымыз анық. Сізге көп рахмет, тұшымды сұхбат құрғанымызға, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Мына құрылтайдың наурыздың қарсаңында өтуінің де үлкен бір мәні бар. Келсесіз ғой? Әрине келесем, өйткені осы құрылтайдың өзі 3 жыл бұрында осы президент наурыздың қарсаңында өзінің жолдауында атап өткен болатын. Яғни осы құрылтайды жаңарта отырып, біз өзіміздің төл мәдениетімізге, бүгінгі ұлттық киім күніне орай осы өзіміздің бірегейлігімізге бағытталу, тәрбие мәселесінде, яғни біз әлемге ашықпыз, әлемге жаңашырмыз деп қолға алып отырмыз. Рахмет сізге. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің төрімізде Мемлекет тарихы институтының ғылыми ақпарат бөлімінің басшысы Еркебұлан Аманғосов болды. Ендеше бүгінгі айтарымыз осы, аман болыңыздар, ұлттық бірегейлігімізді қашанда сақтай білейік.